Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арма ардақты ағайын, әйел үйдің шырағы, татулық пен берекенің ұйытқысы. Бүгінде ер адамның көңіл хошы, жағдайы және өмірлік шабыты әйел адамға тікелей байланысты. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді, ал жаман әйел жақсы еркекті жүдетеді дейді. Ал бүгінде қаншама халық алдындағы абыройын ойлап, ер азаматтарының жағдайын жасап жүрген ел аналары көп. Оның бүгін бірі де бірегейі Асанәлі ағамыздың жары «Менің мырзам» бағдарламасында қонақта Бағдат Әшімова ханым келіп отыр. Қош келдіңіз, Бағдат ханым. Қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз жақсы ғой? Жақсы. Асанәлі Әшімовтың жары дегенде, оның артында қандай жауапкершілік жатыр? Салмағы қаншалықты? Енді салмағы Асекең ел азаматы ғой, Алаштың ұлы. Алаштың ұлы болғаннан кейін ол кісіге сай бола білу керек. Елдің алдында жүрген азамат болғаннан кейін сол кісіге қарай бейімделу керек. Әйел деген от анасы деп айтады ғой. Ер адамның қабырғасынан жаралған деп. Ер азаматымызды жоғарғы тұғырында ұстау әр әйелдің қолында деп ойлаймын. Енді халықтың алдында жүргеннен кейін өзім мен бар қазаққа келіндей сезінемін өзімді. Ал ағаның мінезі, көңіл хошы, оның барлығы енді сізге мәлім ғой. Қандай ағаның үйдегі мінезі? Ағаңның түсі сұсты болғанымен жүрегі өте нәзік. Тіпті осы өнер адамының бәрінің жүрегі нәзік деп өзім солай түсінемін. Асекең үйде қалжыңбас, күлдіріп отырады, қалжыңдап, баланың да көңілін қарап, қыздың да көңіліне қарап, үйдегі бір жайма шуақ кезеңді Асекең орнатады. Асекең күліп, сол кісінің көңіл күйі жақсы болса, біздің де көңіліміз мереке. Өзінің арнайы бір орнатып қойған тәртібі, қағидасы бар ма? Жалпы мынаны сендерге істеуге болады, болмайды деп, балаларға қоятын талабы, сізге қоятын қағидасы дегенде. Ондай бір қатып қалған қатты қағидасы жоқ. Тек үйде шындық болу керек. Бала өз орнында, қыз өз орнында болу керек. Бірінші тәртіп қазақи тәрбиелік болу керек. Семьяда қазақша сөйлеу керек. Қазақша тек қана. Қазақша тек қана қазақша. Шығармашылық адам болғаннан кейін, енді ол кісілер эмоцияға тез беріледі. Үнемі шабыт іздеп жүреді. Ондай сәттерде сіздің тарапыңыздан қандай көмек келеді? Біз негізі Асекең елдің алақанында жүрген адам, және де өмір бойы енді сахнада өтті ғой бар өмірі. Ол 20 жасынан бастап, деп айтсақ, бүгін 81-ге келіп отыр, 61 жыл сахнада өтті. Біз үйде сол атмосфераны, деп айтайық, соны ұстаймыз. Асекеңді алақанда ұстаймыз. Ылғи да шабыттанып жүріп, бір тұяғы мүжілмесе екен деп, көңіл күйі түспесе екен деп, сол атмосфераны үйде де орнатамыз. Енді әйел адамның ер алдындағы белгілі бір міндеттері болады. Бүгінде қазақ қоғамында енді қыз баланың орны ерекше. Ертең ол тұрмысқа шыққан кезде ер алдындағы міндетін қалай атқару керек? Өз тәжірибеңізден кеңестер беріп кетіңізші. Негізі ана сүтімен, әке ақылымен деп айтып жатады ғой. Кішкене кезімізден анамыз осы балиғат жасқа толғаннан бастап әйел деген ер азаматтың қабырғасынан жаралған, ер азаматтың үйде ағаларымыздың, әкеміздің киімі жерде жатпасын, жағасы кірлемесін, кейін барар жеріңде ер азаматың отағаң сенің пірің болады деп, мен анам солай үйретті негізінде. Бар қазақтың қызын болашақ ана келін деп үйдегі сонау
10-12 жасынан бастап соны миына құя беру деген әр ананың міндеті деп өзім солай түсінемін. Қазір бізде қыз өсіріп отырмыз, барын айтып отырамыз. Сол жас кезінен асханаға араластырып, қызға үйретіп, барар жеріңде қай кезде де сыйлы бол, ойлы болу, сол от анасы болғаннан кейін сол оттың, сол ошақтың басында жақсы бір көңіл күй, сол үйге бір жақсы бақыт алып келу әр қазақтың қызының ойында деп ойлаймын. Жақсы келін болу, қыздың жақсы болу өзі анаға байланысты. Анаға байланысты. Ол бұрындары біздің әжеміз, аналарымыз қазір көп насихат жүргізсе, қыздардың ер алдындағы міндеті, оның тұрмысқа шығуы деген сияқты. Қазіргі аналар көбінше заманауи тәрбиелейміз деп, балаларына оқы, ақша тап, кәсіппен айналыс, карьера қуып, мансапқа жет. Сосын барып жақсы жігіт кездесіп жатса, тұрмысқа шығасын деген сияқты насихат жүреді. Мысалы, ондай пікірге қалай қарайсыз? Қазір заманда қыздар эго дейді ғой, көкірек болып кеткен, мысалға ақша тапқан сайын олар өздері сай жігітті іздей бастайды. Сай жігіт болмағаннан кейін олар одан сайын білім қуып сөйтіп жүре береді. Бұрыннан қазақ айтқан ғой, бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп. Дұрыс, оқытқан дұрыс, балаға білім берген дұрыс, бірақ ол семьяға аса бір несі қиянаты болады деп ойламаймын. Әрине қыз еркелетті, қыз енді үйде қонақ. Бұрыннан ата бабамыздан бастап қыз деген нәзік, оң жақта отырып, төрге отырғызып бағып қақты ғой. Бірақ сол босаға аттарда бір ер азаматтың етегін ұстардан кезде, сол босағадан аттағанда еркелігін сол өзінің үйінің табалдырығына көміп кету керек деп түсінемін. Өйткені үйде қыз болып жүрді, ал ол барғаннан кейін екінші бір семьяның, екінші бір әулеттің сол әдет ғұрпына, сол үйге сіңіп кету керек қой. Әр үйдің ережесі бар, сыры басқа. Сосын қазіргі кезде сол жігітті сүйіп, сол жігітке жар болғаннан кейін, сол жігітті өмірге әкелген ата-анасын өз ата-анасындай сыйласа, әрине бәрі жастарға байланысты деп ойлаймын, жас қыздарымызға байланысты. Әр күлкісімен көп нәрсені үйінде енді жас кішкене кезінен анасы үйретіп тұр ғой. Бәрін соны миына құйып алып, сол барған жерде күліп тұрып, үлкендердің жақсылығын өзінің бойына сіңіре берсе, сол жігіттің анасынан ақыл кеңес алып, ары қарай сол үйдің ережесімен тұрып кетсе, өте бақытты, үйрену керек. Сол жігіттің етегін ұстағаннан кейін сол елдің азаматы болу керек. Сол елге бүгінгі барған жас келін, ертең ана келін, ары қарай дана келін, бар әулетке келін болу керек. Өте жақсы айттыңыз, жымиып отырып деп. Өйткені келін тамағына қабағын қосып береді дейді. Бата алған сайын ол көгереді, қаншама ұрпақ дүниеге алып келеді деген сияқты. Ал бірақ енді бұрындары болмаған тақырыптарды біз қазір өкінішке орай жиі қозғайтын болып кеттік. Мысалы, ене мен келін арасындағы татулық не нәрсеге байланысты? Оны біз қалай қалыптастырсақ болады? Қазір көп адам соған бір хаттар келсе де, бір әйел адамдардың тақырыптары қозғалса да, осы мәселе жиі талқыланатын болды да соңғы кезде. Мен бір нәрсеге кішкене өкініште боламын кейде, мынау теледидар арқылы, қазір енді әлеуметтік желілер арқылы деп жатады ғой. Көбіне қазіргі кезде анау қайшылық, бір жамандық нәрселерді ма, сондай көп нашар жақтарын көп көрсетіп, сондай болып жатыр, мына екеуі ұрысып жатыр деген сондай дүние. Соған қарағанда жақсы бір тәжірибелі, елдің миына қонатын жақсы бағдарламалар болса, тәрбиесі зор, сонда әр адам көріп, жаңағы үйдегі отырған қыз да көріп, миына тоқи береді ғой, ойланады.
бір нәрсені көре бергеннен кейін өзің содан жақсылығын ала бересің ғой. Мен сондай бағдарламалар көп болса деп ойлаймын. Демек, қоғамдағы насихат дұрыс болу керек. Сол бізде осы мақсатты алдыға қойып отырмыз ғой. Қоғамдағы насихат дұрыс болсын, дәріптеу дұрыс болсын, ертең қыздар тұрмысқа шыққан кездегі ерін құрметтеуді білсін деп, бүгінде осы менің мырзам бағдарламасын ашып отырмыз, және ел ағаларының қасындағы аяулы жарлармен осындай сырлы сұхбатты жүргізу біздің ниетімізде. Енді келесі сұрағымызды мен қойғым келіп отыр. Отбасыда енді сәл болсын реніш, кикілжің туындап қалады, ер азамат ренжігіш келетін сияқты көбінше қазір. Өйткені олар эмоцияға кішкене беріліп кетеді деген сияқты. Ер адамды ренжіткен уақытта қандай сөздер арқылы оның көңілін бұрып алуға болады? Жалпы көңіл хошын қалай табуға болады? Негізі енді менің мысалы тағдырым бөлектеу ғой. Енді мен Асекеңнің етегін ұстап, осындай өзі тұғырына шыққан азаматтың етегінен ұстадым. Алғашқы жылдары шарт еткен жаңағы мінезі болып, бір нәрсе былай дұрыс болып тұрса да, ол кісі өзінікі дұрыс дегенде, вот мынау сіздікі дұрыс емес деп айта алмайсың ғой. Мен сонда жүгіріп барып, А4 деп айтады, қағаз, соған үлкен қылып жазатынмын. Асекен, мына жерде былай болған дұрыс еді, сіз оны қолдап тұрған жоқсыз, мына қысқа өмірді романтикаға өткізейікші деп, жаңағы дипломат, жұмысқа барып, дипломаттың бетіне салатында дипломат жауып, енді көзіңнің жасын сығып аласың ғой, көрсетпей. Соны дипломат әкеп қолына беретін. Сонда жұмысқа кетіп, кешке келгенде Асекен күліп келетін. Сол уақытта, дәл сол мезетте неге соны айтпадың деп. Мен айтам, ол мезетте айтсам, сіз ашуланып тұрасыз, ашуланып тұрған кезіңіз одан ары қарай өрбіп кетеді, содан менің жүрегім жараланады. Енді сізге артық сөз айтып қою мүмкін ашу үстінде. Негізі әйел төмен етекті ғой, ер азаматқа қарсы қатты сөйлемеу керек деп түсінемін. Мүлде. Сөйледің, бітті. Еркелігімен, ақырын, кешке, шай ішіп отырғанда айтуға барлық нәрсе шешілетін дүние ғой. Ақырын жеткізу керек дейсің. Үйде қайын сіңлісі бар, баласы арқылы қатты бір жеткізе алмай жатқан дүние осы, анасы арқылы. Негізі ене мен келін үйде дос болса, қайын сіңлі бәрі дос болса, сонда әйелдер бәрі бір жақ болады да, еркектер қонақ қой үйдегі, қонақ кісілер. Күтіп, олардың жағдайын жасалады. Олардың жағдайы жасалады. Мен мысалы Асекеңнің қарындасы бар, 75 жаста бөлек тұрады. Сонда да күнде сол кісімен сөйлесіп, ақыл кеңес сұрап, айтып, былай істегенім дұрыс бола ма, бұрын қалай еді деп, сол жағдайды жасап отырып, Сұрап аласыз? Сұрап алады. Өте тамаша, мынау қыздарға жақсы методика екен. Қағазға жазып, оған барлық өте тамаша. Енді күн тәртіптеріңіз қалай басталады? Ағамызды сіз қалай жұмысқа шығарып саласыз, қалай қарсы аласыз? Сол аралықта ол кісі қандай тамаққа тапсырыс беріп кете ма деген сияқты. Бізге қызық та? Асекең таңертең 8-9-да тұрады. Бассейнге түседі, 40 минут бассейнде жүреді. Ол кісі бассейннен келгенше қызымыз екеуміз таңғы асын дайындап қоямыз. Жаңағы каша жасап, сосын жұмыртқа пісіріп. Асекең таңертең өте қатты көп тамақ ішпейді. Ашты сүтпен шайын дұрыстап беріп, талқан жейді. 7 сайын жұма күндері шелпек пісіріп қоямыз, ыстық шелпек болады. Осылай сосын жұмысқа жүгіріп жүріп, орамалын, телефонын қойып, қырын, шалбарының қырын зеп, сылап, сипап, әтірін шашып, шығарып саламыз. Ол кезде басқа жұмысқа алаңдауға болмайды, ер азаматты жұмысқа шығарып салатын кезде. Сосын кешке күліп отырып, дастарханымызды жайып қарсы аламыз. Тамаққа талғампаз ба? Жоқ, талғампаз емес. Өзіміздің ұлттық тағамдарды жейді. Жақсы көреді. Өте жақсы көреді.
өзбектің палауын жақсы көреді. Қазы қарта, жал-жая, сорпа, жеңілеу болған. Қалай? Өте тамаша. Енді қазір көп қыздар жеке басын ойлап кеткен, жігіттерде бір жақсы қыз жоқ дейді да, жігіттердің көбісі. Ал қыздар жақсы жігіт жоқ дейді. Сонда бұл қоғамдағы қазір бізде бір мәселе ретінде туындап кетті және талқыланып жүр. Жақсы қыз, жақсы жігіт табу үшін қандай әрекет жасау керек? Жалпы сіз қандай кеңес бере аласыз өзіңіздің тарапыңыздан? Сіздің ұғымыңызда жақсы қыз деген қандай? Жақсы жігіт деген қандай? Жақсы қыз деген енді инабатты, қазақи, тәрбиесі бар, тәрбиелі, ұяң, биязы қыздарға барлық жігіттер мойнын бұрады деп ойлаймын. Ал енді жігіттер өз-өзіне жауап бере алатын, басын тік ұстайтын, ынжық емес, таза жүріп, таза тұратын, білімді жігіттер, жақсы жігіттер. Ал енді осы қыздар мен жігіттердің бір-бірін таппай жатуы қазіргі заманда мынау әрқайсысы бір-бір телефонды құшақтап алады да, мынау араласу жоқ. Бұрынғы кездерде мысалы кітапханаларға барып танысып жатушы еді, ипподромдарға барып танысып жатады. Кездейсоқ танысулар көп. Кездейсоқ адам бір-бірін көрген кезде бір жылт еткен бір сезім пайда болып, сондай болып жатушы еді. Қазіргі кезде жігіттер өздері топтасып өздері бөлек жүреді, қыздар топтасып бөлек жүреді, әрқайсының өз әлемі болып жатады. Мен соған онша түсінбеймін. Негізі театрларға барып, мәдени орталықтарда көбірек болып атса, адамдар бір-бірін тауып жатады, өз серіктері. Жақсы, ал жаңағы біз енді айтамыз, қыз бала тұрмысқа шығады, одан кейін ана атанады. Ана атанған соң оның ер алдындағы міндеті де, бала алдындағы жауапкершілігі де арта түседі. Бала тәрбиесіне қатысты сіздегі тәжірибе және қандай бір өздеріңіз қолданатын арнайы тактикалар бар ма баланы тәрбиелеуде? Біздің қызға қандай тәрбие, ұлға деген сияқты? Негіз біздің үйде әкенің айтқаны заң. Баламыздың тілі шыққанынан бастап сол сөзді үйреттік. Әке деп айтасың, әкенің айтқаны заң, әке не айтса да сол орындалады деп. Сосын баланы тәрбиелегенде әкеңе көрсетесің, әкеңе ұнау керек деп солай тәрбиелейміз. Сосын қызға анасы, бізде қыз өсіріп отырмыз, сол дұрыс киінуін, дұрыс жүруін, әдепті болуын, әкесінің алдында инабатты болуын, сол үйден бастап қыздың инабатты болуын солай тәрбиелеп жатамыз. Енді ол бізде қазір кішкентай ғой, еркелеу болып жатса да ер азаматсың. Ертең сен ел қорғайсың, жер қорғайсың, сенің келіншегің болады, семьяға бас боласың деп әзірден бастап айтып отырамыз. Енді Бағдат ханым, ескі дәстүрлерден жаңғыртып, дәстүрлерді пайдалану қаншалықты дұрыс деп өзіңіз санайсыз, және қай дәстүрді қазір біз жаңғырту керекпіз, жаңарту керекпіз? Және пайдалансақ, қоғам түзелер еді, мына дәстүріміз бар еді деп насихаттайтындай. Өйткені біз қазір дәстүрден алшақтап, ұлттық құндылықтарымызды көбінше жоғалтып жатырмыз. Ал оны қайтарудың қандай жолдары бар? Өте бір жоғалып кетті деп айта алмаймын мен дәстүрді. Біз енді ауылдан шықтық, тәрбиені көрдік, жаңағы үлкенді сыйлау, бала өмірге келгенде баланы бесікке салу, тұсауын кесу, оның бәрі қазақтың сүйегіне біткен машық деп түсінем. Ал енді мынау келін
келесі үйдің табалдырығын аттағаннан кейін сол үйдегі жаңағы қайын сіңлілеріне ат қойып, қайын інілеріне ат қойып, еркелетіп, келін деген негізі келгенде сол үйге мереке бірге кіреді деп мен түсінемін. Сосын мынау ененің алдында иіліп сәлем беріп, кейбір жерде айтып жатады, басына орамал салудың керек жоқ, иіліп сәлем берудің керек жоқ. Неге керек жоқ? Ол керек. Үлкен адамның алдында, енді бір Алланың алдында ғана иілеміз ғой, ол дұрыс. Бірақ енді кеудеңді ұстап, инабаттылықпен басыңды иіп, үлкенге сәлем ету, одан бата аласың ғой. Негізі адам батамен көгеріп көктейді. Сол балаларына нұр болып жауады деп өзім солай түсінем. Және де негізі мына жігіттер анасы баласын еркелетіп, өсіреді, көтереді. Одан ол үлкейіп, жаңағы 20-22 келген кезде жаңағы қызбен танысып, негізі қалай өтіп кеткенін білмейді. Сол қыздың келіншегі қамқорлық жасап, ары қарай солай көтере берген. Сонда қалап тұрады. Өйткені солай болуы да керек. Өйткені кішкентай кезінен бастап ер азамат қорғансың, осы үйдің негізі ер азамат деген тірек қой, тірек. Ал енді үйдегі отанды сақтап, тыл деп айтады ғой, отанды сақтап, үйдегі балалардың жағдайын жасап, үйге мереке жасап отыратын әйел. Әйелдің рөлі өте зор. Мынау енді сүндетке отырғызып, жаңағы балаларды ары қарай бір бағдарлама тыңдап едім. Жастар үйленіп жатқан кезде бәрі шығып, жаңағы тілек айтып, бәрі бір тілекті айтып жатады деп. Сол тілек, сол қыз анау босағаны аттағанға дейін үйде түгел айтылу керек. Сен сол үйді бақытты етуің керек. Сол үйге барғаннан кейін сол үйдің азаматысың. Бізді мынау елдің қызы қандай керемет еді деген сөзді естіп жүрейік деп құлағына құйып, қызды солай тәрбиелеп шығарып салу ата-ананың парызы деп ойлаймын. Барғаннан кейін ол бір нәрсесі ұнамай қалса, анау мынау ұнамады деп үйіне қайтып келіп, екі жақтағы құда-құдағиды неге мыңжылдық деп айтады? Құда-құдағидың мыңжылдық арасын бұзбай, өз татулықты сақтап, сол үйде шешу керек. Сол үйде де анасы бар, сол үйде де әкесі бар. Қайта солармен шешіп, өз төркініне жақсы жағын көрсетіп жатса, бізде қазақта күйеу баласын өмір бойы сыйлап өткен адам, пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған ғой. Соған қарағанда бізде дәстүр, әдет, ғұрып деген ол сүйегімізге біткен, ол жоғалып та кеткен жоқ. Тек соны жаңғыртып, жастарға сіңіре беру керек. Өте орынды айттыңыз. Бата алады ғой жаңағы иіліп сәлем бергенде. Мүмкін сол батаменен көгереді деп жатыр. Қазір көп қыздардың бір дүниеге бір 3-4 баладан аспайды кейбір. Ең көбі 5 бала шығар, көбісі жаңағы ұрпақ әкелуге бір асығып, оған қатты бір мән беріп жатқан жоқ сияқты кейде көрінеді. Бір 10 баланы дүниеге әкелгім келеді дейтін қыз баланың сандары аз бүгін. Ол жағына қандай кеңес айтасыз? Жалпы баланы өмірге әкеле берген сайын менің жаңағы сымбатым бұзылады, бүйтеді, сөйтеді деген қазір кереғар пікірлер көпті. Бірақ батан алмағаннан кейін де мүмкін көгермей жатқан шығар. Жоқ, қазір бір жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, 3-4 баламен, 3-4 емес қайда, 1-2 баламен де шектеліп қалып жатады. Бұрынғы кездерде жоқшылық, енді бұрынғы кезде қазіргідей өмір болған жоқ қой. Соның өзінде қаншама бала дүниеге келді. Әр бала өз несібесімен келеді деп ойлаймын. Әттең мен айтам, Асекеңе кеш кездесіп қалдым. Бір баламен тоқтап қалды. Ал қазіргі кезде Құдайға шүкір баршылық қой. Қазіргі кезде жақсы. Ата-енесі қасында тұрғанда, қыздар ең үлкен жұмысы баланы өмірге әкеліп, сол ұрпақты көбейту. Сол барған жерінің ұрпағын ары қарай өсіру.
деп мен түсінемін. Ол әр келген бала өзі несібесімен келгеннен кейін әрқайсының өзінің орны бар, білім алады, бірін бірі ары қарай сүйреп өсіп кетеді. Құдайға шүкір, балабақшада қазір үкіметтікі, оқуда үкіметте ақша төлеп оқытып жатқан жоқ қой енді. Қазіргі кезде мынау 9 класстан кейін бірге мамандық алып, даже баяғыда СПТУ, ГПТУ деп айтып жүрді ғой, қазір сол мектеппен 11 класс, 12 класста бірге бітіріп жатады ғой. Сонда әрқайсысы өзіне бір не алып шығады, мамандық. Ары қарай жұмыс табылады. Көп бала болған базар ғой. Балалы негізінде базар. Енді бізде ел үшін туады деген ұғым бар. Олар халықтың, отанның жағдайын ойлау керек, туған жерін қорғау керек деген сияқты. Әрбір ер азамат табысты болғысы келеді. Басқа ер азаматтармен үнемі жарысып жүреді және озуды қалайды деген сияқты. Табысты ер азаматтың артында әйелі тұрады деген ұғым қаншалықты рас? Немесе олар табысты болып өмірге келе ма өздері? Табысты болуына әйелдің қаншалықты әсері бар? Ер азамат болғаннан кейін ол әрекет жасап, сол семьясын бағу үшін қимыл әрекет жасайды. Ол әр ер азаматқа жұмыс табылады негізінде. Соны бірді әкелген, екі қылып отыратын әрине әйел. Мен өзім солай деп ойлаймын. Анау өзіне ең бірінші әлгі өзіме болсын деп емес, балаға, бала-шағаға, ата-анаға көрсетіп, соларға жұмсап, ер азаматының мерейін үстем қылып жоғары көтеріп отыру әйелдің қолында. Бірді екі қылу әйелдің қолында. Өзім солай түсінемін негізінде. Жоқты бар қылып отырады. Жоқты бар қылып. Әрине, енді жоқ емес қой, қазір бәрі бар. Бәрі бар. Бірақ енді бәрі бар дейміз, бірақ бәрібірде әйел адамдар көбінше шағым айтады. Ер азаматым жұмыс жасамайды, ақша таппайды, өзім асырайын баланы деген сияқты. Енді бұл қате кімнен? Ерден ба, әйелден ба? Мен айтар едім, мен мемлекет деп айтпаймын. Бұрынғы кезде завод, фабрикалар бар еді ғой, көп еді. Сонда әр адамда екі қолға бір жұмыс бар еді. Қазіргі кезде кейде жүрегімде ауырады. Анау білекті жігіттер охранада, не болмаса, анау Сейфуллин көшесінде тұрғанда жүрегім ауыратыны рас, ол рас. Содан әлгі әйелдің ез еркекке шыдамай, белім бекем болып, сауда саттық жасап, алға қарай жүріп кетуі де содан жақсы өмірден емес, ол жақсы өмірден емес. Енді ер азаматтарға өмірмен күресіп, өзіне жұмыс тауып, өзіне бір мансап таба білу керек деп тілеймін әрине. Бірақ бәрібір оны ары қарай жандандыртуға көмектесіп отыратын әйел, көмектесіп отырады. Сосын анау сен жұмыс істемедің деп ер азаматтың кеудесін таптап, ер азаматтың намысын жаншып, опа таппайды әйел. Керісінше не істеу керек ер азамат? Жақсы жұмыс істеп, ақшаны көп әкелу үшін. Білімді болу керек. Әйел адам ба, ер адам ба? Ер адам. Ер адам білімді болу керек, жігерлі болу керек. Жігерсіз ер азаматтар жаңа құлдырап, шімдікке салынып, жұмыс болмаған кезде сөйтіп кетіп жатады негізінде, жігерсіз. Негізінде ер адамдар жігерлі болу керек. Қиындыққа мойымай, алға қарай тырбына берсе, шыңға шығады. Мықты ғой ер азаматтар. Қазақтың жігіттері мықты. Енді тұрмысқа шығып алғаннан кейін өкініп жататын қыздар көп қой. Білмедім бұндай екенін, мінезін деген сияқты. Ал тұрмысқа шығайын деп жатқан қыздарға өзінің ер адамын қалай таңдау керек? Жалпы ең бірінші назар аудару керек нәрсе неде?
негізі мына семья болған кезде әйел затының жақсы көруі семьяны бекем мықты сақтап қалады деп түсінемін мен. Енді қыздардың көңіл аударатыны жігіт жас кезінен білінеді ғой, сондай бір сұсты, алғыр, қолынан іс келетін пысық болады ғой ер азамат. Кейін отбасында асырайды деп. Иә, негізі сөйтіп етегінен ұстайды ғой қыздар. Жігіттің солай етегінен ұстайды. Осы менің тірегім болады, осы менің семьямның асыраушысы болады деп қыздар солай етегінен ұстайды. Сол жігіттердің жігерлігіне, жігіт басын тік ұстап тұрған жігіт ез болып кетпейді. Және одан да нағыз жігіттер өмірге келеді. Нағыз жігіт өмірге келеді. Ұрпақты жалғау. Біз ер адамдардың да тақырыбын көп қозғайтын бағдарламалар да бар қазір. Өйткені жігіттердің жасық болып қалуы, жігіттердің отбасында бір көп оны еркелетіп жіберген ба әлде. Былайша айтқанда қазір еш жігіттердің саны көп, бір тірлікке араласып мықты болып жүргендерге қарағанда, иә? Ол қателік кімнен кетті? Отбасындағы тәрбие ма, әлде қазір қоғам соны талап етіп тұр ма өзі? Жігіттердің ұсақталып кетуі отбасынан басталады. Негізінде мынау қазір өзі бәрімізде ұлы өсіріп отырмыз ғой. Мынау әлпештеп қатты уысынан шығармай аналар баланы қатты бір үпілдетіп өбектеп жібереміз. Сонымыз дұрыс емес. Бізде үйде Азекең айтып отырады, ер азамат қылып өсіру керек. Юбканың астында ұстамау керек баланы. Шынығу керек. Кішкентай кезінен бала шынығу керек деп. Қара жұмысқа салу керек, далада жүру керек. Кішкентай кезінде есік алдында жаңағы күректі ұстап, қолынан жаңағы сүйел пайда болып, шынығу керек. Кішкентайынан шынықтырып өскен бала ертең ез болмайды. Негізі сол аналар бізге байланысты. Ер азаматымыздың ұсақталып ез болып кетуі. Жақсы, тамаша айттыңыз. Бағдат ханым, енді менің мырзам деп аталады ғой біздің бағдарлама. Менің мырзам деп мырзаңыздың 5 қасиетін айтып беріңізші, өзіңіз ұнататын. Менің мырзам, менің пірім. Әр әйелдің ер азаматы өзінің пірі. Шыншыл. Бір беткей. Жүрегі нәзік. Сосын өтірік айтпайды. Ешқашан өтірік айтпайды. Сосын үйдегі ер азаматтық орнын біледі. Шыдамды, Асекең өте шыдамды. Тамаша. Бағдат ханым, сіз қазіргі сипаттап берген отбасыңыздағы ерекше бір аура, атмосфера, кәдімгідей көз алдыма бір әдемі картина болып елестеп тұр. Шаңырағыңыздан шаттық кетпесін, өте қуаныштымыз. Сырлы сұхбатыңызға, әдемі кеңесіңізге рахмет айтамыз. Қыздарымыз қылықты, ұлдарымыз ұлағатты болып, әрбір бағдарламамыздан өзіне қажетті ақпаратты алып отырсын. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Рахмет. Осындай бағдарламалар көп болсын. Тәрбиелі, мән мағыналы, кейінгі ұрпаққа өсиет болып қалатын, алға жүрер жолдарына даңғыл жол болатын осындай әңгімелер көп болсын. Көп рахмет. Қонақтарыңыз көп болсын. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Сіздерге пайдалы ақпарат бере алсақ қуаныштымыз. Келесі сұхбатта жүздескенше.